Осы күндері республикамыз бойлап жоғары білімдендіру даргайлары студенттер арасында кітап құмарлықты үгіт насихатлау, олардың сауаттылық дәрежесін арттыру арқылы рухи дүниясын байту, еліміз келешегіне жауапкершілік рухында тәрбиелау мақсатында зия таратып жойбары әмелге асырылмақта. Орлада өткерілген ләжлар қазіргі сюжетімізден орын алған. Республикамыз бойлап давам етіп атырған зия таратып жойбары шеңберінде Төрткүл райондағы Ташкент гуманитар пәндері университетінде өткерілген ләж қатынасушыларды рухилық ағартушылыққа бағдарлау менен бірге әдебият байрамына айланды. Шайыр һәм басқа да дүрөтуші инсанлар өзлерінің ватанға мұхаббат, садықлық, ер жүректілік, минет сүйгішлік, инсанилық хақында жазған қосықларын оқып беріп, тынышлықтың қадіріне жетуге һәм оны көздің қарашығындай сақлауға, еліміздің рауажлануына үлес қосу үшін мүнәсіп кадрлар болуға шақырды. Сөйбетлесулер давамында елімізде жастар мәнәвиятын жетілістіру, олар арасында кітапқұмарлық мәдениетін қалыптастыру бойынша үгіт насихат жұмыстары алып барылды. Uchrashuvda 200 ga yaqin talabalar ushbu loyihada qatnashib, adiblarimizdan kerakli va muhim maslahatlarni oldilar. Ushbu loyihada talabalarning ma'naviy boyligini oshirishga, ma'rifatli, ziyoli bo'lib voyaga yetishda ham ko'makchi bo'la oldi desak xato bo'lmaydi. Ruhiy ағартушылық үгіт насихат ләжлары райондағы бір қатар улы білім беру мектептерінде де давам етті. Ұшырасуларда жас әулет қалбінде әдебиетқа мехір мұхаббат ояту, жаңа дүрөтушілерді жүзеге шығару бағдарында мәселелер сөз етіліп, оқушылардың терең білім алуы, дүние қарасын кеңейтуде кітап оқудың ахметі тілге алынды. Мейманлар еліміз бойлап жарияланған тазалық айлығы шеңберінде мектептер әтрafına терек нәллерін екті. Bu uchrashuvlarimizdan asosiy maqsad bugungi yoshlarimizni o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirish, ularning kitobga bo'lgan muhabbatini oshirish va bu orqali vatanga, xalqqa, millatga, yurtga bo'lgan sadoqatini shakllantirish. Kitobsiz ertangi kun ham yo'q, kitobsiz kechagi kun ham bo'lmagan. Shu kitobgina bugun yoshlarimizni ertaga dunyo darajasiga, dunyo sahnalariga, dunyoning adabiy sahnalariga, dunyoning iqtisodiy sahnalariga olib chiqadigan eng asosiy yo'limiz. Ya'ni ma'rifatga yetishish. Rayonda өткерілген ләжлар жастарға өзгеше рух, кейпият, ilham бағышлап, оларды ағла фазилетлер жетегінде тәрбиелаудай игілікті мақсатларды жәмледі.